Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9-шы сынып алгебрасының 24-те 11-ші есебін шығаратын боламыз. Бізде өрнекті ықшамдаңдар деген 4 есеп берілген екен. Синус альфа плюс беттаны бізде альфа плюс беттаның формуласы арқылы ашып аламыз. Яғни бұл жерде бізде синус альфа косинус бетта қосылған, косинус альфа синус бетта болып ашылады. Синус альфа плюс беттамыз және минус синус бетта косинус альфаны жазамыз. Сонда бізде қысқаратындар бар. Қарасақ, синус бетта мен косинус альфа деген қысқарады. Көбейтуінде де екеуінің орнына ауыстырып жаза берсек те, бізде бәрібірде ешқандай ештеме өзгермейді. Сол себептен де біз екеуін қысқарта аламыз. Сонда бізде қалады синус альфа косинус бетта. Келесі косинус альфа минус беттаны ашып аламыз. Формула арқылы бізде косинус альфа косинус бетта қосылған, синус альфа синус бетта болып ашылады. Және де косинус альфа косинус беттамыз бар. Бұл жерде бізде косинус альфа мен косинус бетталар қысқарып қалады синус альфа синус бетта. Келесі бізде косинус альфа плюс беттаны формулалар арқылы ашамыз. Бірінші мына синус альфа синус беттамызды жазып қояйық. Оны өзгертпейміз. Және косинус альфа косинус беттамызды формула арқылы ашамыз. Ол косинус альфа косинус беттаның азайтылған синус альфа синус бетта. Бұл жерде бізде қысқаратын не? Қысқаратын синус альфа синус бетталар. Біреуінің алдында плюс тұр, біреуінің алдында минус тұр. Бұл жерде 1 минус 1 деген сияқты 0 болып кетеді. Сонда бізде косинус альфа косинус бетта қалады. Келесі бізде нені ашамыз? Синус альфа минус бетта формулалар арқылы ашып аламыз. Косинус альфа синус беттамды жазып қоямыз. Синус альфа косинус бетта болып ашылады. Және азайтылған косинус альфа синус бетта болып ашылады. Бұл формуланы жаттау оңай. Косинуста бізде косинус косинус синус синус болады, таңбасы қарама-қарсы ауысады. Ал синуста бізде синус косинус косинус синус болып ашылады, ал таңбасы сол қалпы жазылады деп жаттап алсақ болады. Оңай жаттап алуға болады. Бұл жерде бізде не қысқарады? Косинус альфа мен синус бетталарымыз қысқарып қалады. Және қалады тек қана синус альфа косинус бетта. Біз бірдейлерді қысқартып жатырық және алдында таңбасына қараймыз. Плюс біреуінде минус болу керек. Плюсті әдетте бізде бірінші тұрса плюс деген таңба жазылмайды.